Good afternoon, my dear students. Today we will share with you articles in English. I will be with you, Kadir Jansaya Kuanishevna, an English teacher at the Kazakh Transport College, named after Muhammadjan Tınышбаев. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ағылшын тіліндегі артикльдерді өтетін боламыз. Сіздермен бірге мен Мұхаммеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік колледжінің ағылшын тілі пәні оқытушысы Қадыр Жансая Қуанышқызы боламын. Қазақ тілінде артикльдер мүлдем қолданбайды. Артикль дегеніміз олар тек қана ағылшын тілінде қолданылады. Ағылшын тілінде артикльдердің екі түрі болады. Defined article, яғни белгілі артикль. Екіншісі indefined article, яғни белгісіздік артиклі. Белгілі артикль, яғни defined артиклға the жатады. Яғни the артиклін біз бір затты бірінші рет айтқан кезде қолданбаймыз. Бір затты екі рет, үш рет немесе бірнеше рет қайталаған кезде біз осы the артиклін қолданамыз. Енді мысалға қарайық. I watched a movie. Мен кино көрдім. Ол белгісіз, просто кино көрдім. Қандай кино екені белгілі емес. Ол бірінші рет айтып тұр кино туралы. Ал екінші рет the movie was fun. Яғни ол кино күлкілі болды. Уже бұл жерде екінші рет айтылып тұр. Сол себептен the артиклі қолданып тұр. Ал біріншісінде a артиклі қолданылды. Енді белгісіздік артиклі және n. Артиклі олар сөз дауыссыз әріппен басталған кезде қолданылады. Зат есім дауыссыз әріппен қолданылған кезде артиклі қолданылады. Banana, яғни банан, television, телевизор, hamburger, яғни гамбургер. Барлығы бізде дауыссызбен басталып тұр, сол себептен артиклін қолданамыз. Екіншісі бізде n белгісіз артиклі. Олар зат есім дауысты әріппен басталған кезде қолданылады. Яғни an apple, an engineer, an ice cream, яғни алма, инженер, балмұздақ. Міне, бізде осылай артикль осылай құрылады. Ал енді келесі слайдқа қараймыз. Part 1 Basic Uses. Бірінші бөлім негізгі қолданыстар. Basic uses of articles a, an, and the. A, n және the артикльдерінің негізгі қолданылуы. Indefinite articles a and n. Let's look at three basic uses of these articles. Осы артикльдердің негізгі үш қолданысын қарастырайық. The first, with an when you mention something or someone for the first time. An артиклін бір затты бірінші рет айтқан кезде қолданамыз. For example, I saw a rainbow yesterday. I consulted an option yesterday. Мен кеше түнде жаңбыр жауғанын көрдім. Мен кеше оптикалық кеңес бердім. The second, with a and n to show that someone or something is one of a group. For example, it was a magnificent rainbow. Это была великолепная радуга. One among all magnificent rainbows. He is an optician in London. Он оптик в Лондоне. Third, with a and n when you say what someone's job is. Біреудің негізгі жұмысын айтқан кезде қолданамыз. For example, my mom is a nurse. Fred is an engineer. Fred engineer. Менің мамам медсестра. Моя мама медсестра. How to decide if it is a or n? Use a before all consonant sounds including the sounds. Я, as in you. Wa, as in
we, and h as an he. For example, a book, kitap, a door, esik, a hotel, qo'noq uy, a university, universitet, a week, hafta, a yellow bag, sarı sömke. Use an instead of a when the text words begins with a vowel sounds. For example, an apple, alma, an egg, жұмыртқа, an ice cream, балмұздақ, an orange, апельсин, an umbrella, қолшатыр, an hour, сағат. An interesting point, қызықты нүкте. When not to use a or an. The first, uncountable nouns, rice, milk, information, you can use some. For example, I ate rice yesterday, or I ate some rice yesterday. Plural nouns. For example, I ate cherries yesterday, or I ate some cherries yesterday. Яғни мен кеше күріш жедім, немесе мен кеше бірнеше күріш жедім. Көпше түрде мен кеше шие жедім, немесе мен кеше бірнеше шиелерді жедім. Defined article the. Let's look at 4 basic uses of this article. The first. Use the after you have already mentioned someone something for the first time, or if the context tells the listener which object or person you are talking about. For example, the rainbow was beautiful. We're talking about the rainbow that I saw yesterday. So then fill in the blanks a, and the, and no articles. Үйге тапсырма, әр қатарға дұрыс артикльдерді қойып шығамыз. Have a nice day. See you. Goodbye.